қазақ тілін насихаттауда дәл осы цифрлық контент қаншалықты қоғамға өз үлесін қосып жатыр деп ойлайсыз? Бір сөзі қазақша, екінші сөзі орысша, үшінші сөзі қазақша, төртінші сөзі орысша. Сол сияқты қазір блогерлер шыны керек қойыртпақ тілге құмар болып алды. Болсақ, сонда кәсіпкерлердің ынтасы жоқ па? Әлде қызықтыра алмай жүрміз бе? Комментарияларға кіріп қалсаң, екі әріпті құрай алмайтын адамдардың комментарияларын оқисың. Енді қазір WhatsApp шыққалы, Telegram шыққалы, адамдардың кімнің сауатты, кімнің сауатсыз екенін біліп қалдық қой. Сапалы ұрпақ, сапалы контент көру үшін не істеу керек? Мемлекет тарапынан қолдау болу керек сапалы контентті. 7.000-нан қаншаға дейін көтердіңіз? 7.000-нан қазір енді 150 мыңдай ғой енді. Бұл дегеніміз тұтынушының, біздің азаматтардың қазақ тіліне деген сұранысын көрсете ме? Иә, қазақ тілі. Өйткені бәрібір қазақ тілінде ақпарат алғысы келеді ғой. ЖСН мен әлеуметтік желіге тіркеу мәселесін қозғағым келеді. Қазақ тілінің цифрлық кеңістіктегі даму қарқыны қандай болады деп ойлайсыз? Қазақ ұлты бар кезде қазақ тілі өлмейді. Армысыздар, өткен шығарылымда біз медиадағы қазақ тілінің жайын талқыладық, ал бүгінгі бағдарламада біз цифрлық кеңістіктегі қазақ тілі тақырыбын талқылаймыз. Ол үшін студиямызға келген қонағымыз бар. Таныс болыңыздар, Данияр Есен, журналист, жүргізуші, менің әріптесім және қазіргі кезде кәсіпкерлік салада жүрген маман десек болатын шығар, иә? Баланың дамуына өзінің үлесін қосып жүрген әке. Өте қуаныштымын. Біріншіден шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді цифрлық кеңістік бүгінгі таңда өте үлкен ауқымды тақырып деп ойлаймын. Рахмет шақырғандарыңызға. Ауқымдысы рас, өйткені біздің қазіргі интернеттегі әлеуметтік желілер, цифрлық контент барлығы дамыған сайын бұл кеңістіктегі қазақ тілінің рөлі маңыз артып келе жатыр. Осы бағытта сіздің ойыңызша біздегі цифрлық контенттің қазақ тіліндегі үлесі қандай? Енді Құдайға шүкір деп айту керек шығар, өйткені осыдан бір 10 жыл уақыт бұрын, 20 жыл уақыт бұрын енді интернет енді дами бастаған уақытта қазақ тілінен гөрі орыс тілінің үстемдігі басым болды. Блогерлердің көбісі орыс тілді болды, орыс тілді блогерлерге жарнама берушілер көп болды. Енді қазір Құдайға шүкір қазақ тілі өте қарқынды дамып келе жатыр цифрлық кеңістікте. Қазір тек қазақ тілінде жазатын блогерлер, қазақ тілінде түсірілім жасайтын инфо блогерлердің саны артып келе жатыр. Қазір қазақ тілінде тренингтер көбейді, қазақ тілінде вебинарлар көбейді, қазақ тілінде контенттер көбейді. YouTube-тың өзінде шыны керек қазақ тілді контенттер қазір өте көп. Саяхат жағынан бар, одан кейін психология жағынан бар, одан кейін қаржылық сауаттылықты үйрететін тақырыптар қазір өте қарқынды дамып келе жатыр, бұрынғымен салыстырғанда. Алдағы уақытта бұдан да мықты дамиды деп мен ойлаймын негізі. Ауызды қу шөппен сүртпеу керек, өйткені шын мәнінде ол барды бар, жоқты жоқ деп айту керек шығар енді. Әрине минустары бар, кемшін тұстары бар, оны алдағы уақытта жөнделеді деп ойлаймын мен. Контенттің дамып келе жатқаны қуантады әрине, бірақ сапаға келетін болсақ. Қазақ тілін насихаттауда дәл осы цифрлық контент қаншалықты қоғамға өз үлесін қосып жатыр деп ойлайсыз? Енді әрине кемшін тұстары бар, оны мойындау керек. Олай дейтін себебім, енді бұл жерде авторлардың, блогерлердің көбісінің қазақ тілінің қойыртпақ тілге айналдырып жібергені. Өйткені қазір киноларда да ол үрдіс жиі байқалады. Өткенде мен қызыммен бірге бір киноға бардым, атын атамай-ақ қояйын енді. Сөйтіп барып екеуміз отырдық кинотеатрда,
сөйтіп бір сөзі қазақша, екінші сөзі орысша, үшінші сөзі қазақша, төртінші сөзі орысша. Сонда бұл нендей мақсатпен түсіргенін мен білмеймін. Мысалы, сәлем, я пришел к тебе, үйде кім бар деген сияқты сөздер бар да, бір сөз қазақша, бір сөз орысша. Одан кейін шыны керек, сол маған онша ұнамады, өйткені немесе орыс тілінде түсір, таза орыс тілінде түсір, немесе таза қазақ тілінде түсір. Ал енді араластырып түсіруге мен ойымша мемлекеттік деңгейде тыйым салыну керек деп ойлаймын. Бұл ұлттың тілін қорлау. Өйткені мынау Францияда, мынандайды өткенде оқыдым, Францияда егер де телевидениеде жаңағы жүргізуші француз тілінде хабар жүргізіп жатып, арасында ағылшын тілінде болмаса өзге де тілдерді қосып қойса, ол айыппұл салынады екен. Кәдімгідей Францияның француз тілін қорғау заңы бойынша. Себебі медиа, бұқаралық ақпарат құралдары ол қоғамды тәрбиелейтін құрал екенін біледі. Иә, енді медиа деген бұл тәрбие құралы деп те қарауға болады. Енді сол сияқты қазір блогерлер шыны керек қойыртпақ тілге құмар болып алды. Бір жартысы орысша, жартысы қазақша. Мен олардан сұрадым, неге олай істейсіңдер десем, қазақ тіліндегі кейбір приколдар дейді, өтпейді дейді. Оны орыс тілінде, мысалға родной, бро деген сияқты, брат деген сияқты сөздер барды. Бауырым деп айт, мен білмеймін, енді онда тұрған ешнәрсе жоқ сияқты. Бауырым деп айтса, ешкімнің мұрты қисайып, болмаса аузы қисайып қалмайды деп ойлаймын. Сол сияқты сондай дүниелер бар. Бұл блогерлер тарапынан. Ал енді қолданушылар тарапынан да әттеген айтатын тұстар бар. Өйткені сауатты жазу деген әлеуметтік желіде әлі де ақсап жатыр. Өйткені комментарияларға кіріп қалсаң, екі әріпті құрай алмайтын адамдардың комментарияларын оқисың. Екі әріптің басын құрай алмайтын. Жаңағыдай. Сондықтан да сауаттылық ол бұрында да болған, енді қазір WhatsApp шыққалы, Telegram шыққалы, адамдардың кімнің сауатты, кімнің сауатсыз екенін біліп қалдық қой. Сондықтан да бұл тұрғыда біраз жұмыстар атқарылу керек деп ойлаймын. Қандай жұмыстар? Енді бұдан шығатын қандай қорытынды? Яғни сауаттылықты арттыру. Яғни кітап оқу үрдісін кәдімгідей көп насихаттау керек. Өйткені кітап көп оқыған адам сауаттылыққа жақын болады, сауатты болады. Ал енді блогерлердің мәселесі, жаңа кино мәселесіне келетін болсақ, бұдан шығатын қорытынды, бұдан шығатын жолы мемлекеттік тарапынан тыйым салыну керек деп мен ойлаймын негізі. Өйткені не қазақша түсір, не ағылшынша түсір, немесе өзбекше түсір, болмаса қазақша, орысша түсір, болды, екеуінің біреуі. Ал енді айналып келген кезде оны қойыртпақ тілге айналдырудың қажеті жоқ. Тіпті біздің телеарналардың өзінде бір телеарна болды, бар әлде, соның өзінде де қос тілді бағдарламалар болды. Енді ол әлеуметтік желіде жазылды, айтылды, сыналды. Сондықтан қазір тоқтатылған шығар деп ойлаймын енді мен. Сондықтан осы мәселені қолға алу керек шығар. Енді біз неге бұны айтып отырмыз? Өйткені қоғамды тәрбиелейтін негізгі құралдар бұрын телеарна, газеттер болса, қазіргі кезде контент, негізгі сіз айтып отырған блогерлер. Олардың сөйлеу мәдениеті, қазақ тілін қолдануы барлығы мына артымыздан еріп келе жатқан өскелең ұрпаққа үлгі болуы тиіс. Әрине. Енді тиісінше сапалы ұрпақ, сапалы контент көру үшін не істеу керек? Ол үшін мемлекет тарапынан да қолдау болу керек деп ойлаймын. Қалай? Мысалы, сапалы контент түсіретіндерді мемлекет тарапынан қолдап отырса жақсы болатын еді. Яғни, қандай да бір ақшалай, қаржылай көмек деген сияқты. Әйтпесе сапалы контент беріп жүрген жігіттер, қыздар бар. Нақты қазақ тілінде. Қазақ тілінде. Ютубта, мысалға, Ютубта аты жөндерін мен қазір ұмытып тұрмын негізі. Таза қазақ тілінде сапалы контент беріп жүрген қыз жігіттер бар. Бірақ енді оларға аса қатты қолдау болмағаннан кейін ары қарай олар енді қиын ғой, енді қаржысыз ол студия жалдау, одан қала берді камерамен түсіру деген сияқты шет мемлекетке барып. Сондықтан да мемлекет тарапынан қолдау болу керек сапалы контентті қолдау болып та жатыр. Медиақор, мен ойымша, сондай бір дүниелерге байқау жариялап жатыр.
Одан кейін мына балалар контентін көбейту керек. ютубта балалар контенті қазір салыстырмалы түрде алғанда аз, бәрібір. Өйткені бала қазір күні түні таңертеңнен қара кешке дейін телефонда, смартфонда. Сондықтан да балалар контентіне де мемлекеттің тарапынан қолдау керек деп ойлаймын. Сол кезде бізде сапа арта бастайды. Балалар контентіне мән беру керек дейсіз. Сіз өзіңіз бір YouTube арна бастаған едіңіз. Балмұздақ жұмыс істеп тұр ма, жоқ па? Балмұздақ Kids деген YouTube арна бастадық. Балаларды шақырып, сол жерде бір инвестормен келістік. Ол кісі келісім берді. Мен әзірге сендердің пайдаға, табысқа шығып кеткенше сендерді қолдаймын деген сияқты. Бірақ кейін ол инвестор ол уәдесінде тұрған жоқ. Сонымен ары қарай біз алып кете алмадық. Оған да қаржы керек. Оған студия керек, жарық керек. Оның балалардың гонорарын төлеу керек деген сияқты дүние ғой. Сондықтан бұл тақырып қазір жабық негізі. Бірақ болашақта балаларға арналған YouTube канал ашу жоспарда бар негізі. Ұлтқа қызмет етудің нақты бір жолы ол болашақ ұрпақтың тәрбиесіне үлес қосу. Оның ішінде ана тілін, қазақ тілін дамытуға басымдық беру. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, сонда кәсіпкерлердің ынтасы жоқ па? Әлде қызықтыра алмай жүрміз бе? Негізі шынымды айтайын, көп кәсіпкерлер негізі көбінесе мына орыс тілді контентке жарнама береді. Соларды қолдайды әлі күнге дейін. Неге екенін білмеймін мен, соларды қолдайды. Қазақ тілді контентті қолдап жүргендер бар, бірақ дегенмен де өте аз. Сондықтан да кәсіпкерлер, жалпы ұлттың болашағын алаңдаушылық білдірген кәсіпкерлер болашақта мен ойымша сол қазақ тілді контенттерге көбірек қолдау көрсетсе деген ойымыз бар. Енді қызықтыра алмай жүрген жоқ, өйткені мықты контенттер бар ғой бізде, өте күшті контенттер бар. Әлемдік деңгейге шығып жатқан. Әлемдік деңгейде travel блогер бар, өте мықты контенттер бар бізде, жоқ деп айта алмаймын. Бірақ соларға айналып келген кезде мемлекет тарапынан қолдау болмай жатады, кәсіпкерлер тарапынан қолдау болмай жатады. Сондықтан да кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға, жалпы мемлекеттің болашағына алаңдаушылық білдіретін болса, болашақта қазақ тілді контентті көбейту керек деп мен өзім ойлаймын. Жарнама беруді. Цифрлық кеңістіктегі қазақ тілі әрине өзге жылдармен салыстырған кезде көбейіп келе жатыр. Көбейіп келе жатыр, әлі де артатыны сөзсіз. Бірақ бәрібір енді біз саннан гөрі сапаға мән беру керек сияқтымыз. Бұл бағытта не істеуге болады? Қандай бір нақты шаралар немесе бір тиімді жолдарын қарастыру керек? Енді сапаны көтеру керек біз, әрине. Сапа деген дүние. Енді менің жалпы ұғымымда негізі мынау мәдени, танымдық контенттерді көбейту керек. Мен мысалы бір орыс тілді контенттерді көрем, сол кезде жер планетасы туралы, география туралы көп айтылады. География туралы, мынау Марс деген осындай ғаламшар, ол осындай деген сияқты дүниелерді мен жалпы өзім мынау астрономия дейма, соған өте қатты қызғам. Соны көріп отырам көп жағдайда. Бізде қазақ тілді контенттер енді дамып келе жатыр. Астрономия туралы, одан кейін бери и делай деген мысалға бір контент бар орыс тілінде де. Жаңағы үйде бір ыдыстарды қалай дұрыс пайдалану керек деген сияқты, есіктің жаңа тұтқасы сынып қалса, оны қалай қайтадан қалпына келтіруге болады, жаңағы жөндеу жұмыстары деген сияқты. Тамақ пісіру, кулинария мысалға да. Оның барлығына енді айтып отырмын ғой, мемлекеттің тарапынан кішкене бір қаржы бөлінсе, кәсіпкерлер қазақ тілді контентке мойын бұрса, бізде сапалы контент жасаушылар өте көп. Бірақ талап қойылу керек. Орыс тілін араластырмайсың, өзге тілді араластырмайсың, тек таза қазақ тілінде контент жасауын керек. Міне ақшаң, Данияр айналайын. Міне ақша саған, жаңағы талаптарды ескеруін керек. Міне деп көптеген блогерлердің басын қосып сондай бір дүние жасалса, жақсы сапалы контенттер бірінен кейін бірі жауынан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап,
біздің қазіргі қазақ интернетін цифрлық кеңістікті толтырып тастайды деп мен өзім ойлаймын. Енді әрине қазіргі уақытта сапалы контенттер жоқ емес, бар. Көптеген танымдық материалдар беріп жатқан журналистер бар, жаңалықтар беріп жатқан журналистер бар. Бірақ бәрібір кішкене қолдау жоқ бәрібір. Мен мысалы балалар тақырыбында контент түсірдім. Менің контентім керемет болды. Өйткені менің инстаграмдағы оқырмандарым саны 7000 болды сол кезде. Таңшолпан деген программаны жүргізіп жүрдім. Ұлттық арнада білдей ұлттың арнасында жұмыс істеп жүрдім. Бәрібір маған деген қызығушылық аз болды халықтың. Журналист бағдарлама жүргізуші болды. Содан бір күні отырдым. Одан кейін бір контент беруім керек. Ниша дейді ғой, бір бағытымды айқындауым керек. Не істеймін? Мен өзім жалпы балалар тақырыбын бұрында арасында қозғап жүретім. Сонымен осы тақырып таңдап алдым. Балалар мен жасөспірімдер психологиясын таңдап алдым. Сөйттім да күн сайын кешкі сағат 18:00-де бір контент салып тұрдым. Күн сайын баланы қалай тәрбиелеу керек, балаға қандай жаңағыдай тәлім тәрбие берген дұрыс, қандай кітап оқыған дұрыс, қандай кино көрген дұрыс деген сияқты сала бастадым. Сізге өтірік маған шын. Кәдімгідей оқырмандарым саны таргетсіз, гифсіз кәдімгідей көтерілді бір дегеннен. Кәдімгідей бір аптада мысалға сол кезде 5-6 мың оқырман жазылды. Кәдімгідей арғы аптада 5-6 мың оқырман, 10 мың оқырман, кәдімгідей репосттар кетіп жатты кәдімгідей. 7 мыңнан қаншаға дейін көтердіңіз? 7 мыңнан қазір енді 150 мыңдай ғой енді. Сол тақырып бойынша көтеріп алдым деп мен өзім ойлаймын. Бір постымның, бір жазбамның өзі айтып отырмын ғой, бір 500 мың қаралым жинады сол кезде. Ақпараттың барлығы қазақ тілінде. Қазақ тілінде, иә. Ақпарат таза қазақ тілінде. Сөйтсем, бұл тақырыпта жазып жүрген адамдар аз екен, 1-2 адам бар екен, жоққа шығармаймын. Бірақ олардың өзі қызықсыздау жазып жүр екен. Мен енді журналист болғаннан кейін, блогер болғаннан кейін, контент мейкер болғаннан кейін сәл қызықтырып жазамын ғой, бірінші сөйлемді құбылтып деген сияқты. Сөйтіп көтерілді. Қазақ тілді аудитория кәдімгідей келді топырлап бала тәрбиесіне байланысты. Сөйтсем олар осы уақытқа дейін орыс тілінде оқып келіпті. Жаңағы как воспитывать ребенка деген сияқты сұрақтар бар ғой. Шалва Манашвилиді оқып келген осы уақытқа деген, Бабаянс деген кісілер бар, мықты педагогтар бар әлемдік деңгейдегі. Соларды оқып келген, бірақ қазақ тілді бұндай дүние жоқ екенін олар көріп, сөйтіп кәдімгідей контентім көтеріліп қалды. Бұл дегеніміз тұтынушының, біздің азаматтардың қазақ тіліне деген сұранысын көрсете ме? Иә, қазақ тілі. Өйткені бәрібір қазақ тілінде ақпарат алғысы келеді ғой. Қанша жерден орыс тілінде алсын, орыс тілі ол жандарына, орыс тілі демей ақ қойыңызшы, басқа өзге тіл жандарына жақын емес та. Ал қазақ тілі ол бәрібір ол сенің жаның, сенің жан дүниең, сенің дүние танымың бәрібір жақын. Енді бірақ осы жерде айта кетейін, сол қазақ тілді балалар мен жасөспірімдерге арналған контент беріп жатырмын. Күн сайын кәдімгі өзіме мақсат қылып қойғам. Кешкі сағат 6-да мен міндетті түрде бір жазба жариялаймын. Немесе видео жариялаймын, рилс жариялаймын. Бірақ жариялап жүрмін. Бірақ дегенменде оған да уақыт керек, оған да дайындалуым керек. Одан кейін вебинарлар түсіре бастадым ақырын. Енді маған ақша керек қой енді. Үйде отырмайсың ғой енді, осымен айналысып отырғаннан кейін. Одан кейін мен Біріккен ұлттар ұйымы шақырды мені, сол жерде баяндама жасадым. ЮНИСЕФ деген қор бар, ол жерде баяндама жасадым, кәдімгідей қазақша жасадым, бірақ олар бала тәрбиесіне ағылшын тілінде. Одан кейін UN Women деген бар, кәдімгі әлемдік деңгейде. Одан кейін тағы да ізгілік орталығы деген бар, соларда баяндамалар жасадым. Бірақ енді қазақ тілді маған жарнама берушілер осы кәсіпкерлер тарапынан аз болды. Бұл бірақ оқырмандар көп болса да. Одан кейін мемлекетке мен шығып айттым осы мәселемді, бірақ аса қатты қолдау болған жоқ. Сондықтан да әзірге бұл тақырыпты мен жауап қойдым. Қазір басқа саламен айналысып. Бірақ бұл жерде бір нәрсені анық көруге болады, цифрлық кеңістіктегі сіз өзіңіздің орныңызды тауып, ақыл кеңес, яғни пайдалы контент жасау арқылы қаншама әлемдік деңгейдегі мінберлерге шығып, өз ойыңызбен бөлісесіз. Бұл үлкен мүмкіндік. Үлкен мүмкіндік. Және ол осы цифрлық кеңістіктегі контенттің арқасында
жүзеге асып отыр? Нақтысы қазақ тілін насихаттаудың арқасында. Біріккен ұлттар ұйымы кәдімгідей қазақ тілді блогер деп мені шақырды. Кәдімгідей менің баяндамам, былайша айтқан кезде, Біріккен ұлттар ұйымының сайты бар ғой, кәдімгідей бүкіл әлемдік, ол деген үлкен ұйым ғой. Сол жерде менің суретіммен кәдімгідей жарияланды. Ағылшын тілінің тәржімасымен және аудармасымен. Енді қазақ тілі, Құдайға шүкір, қазір өте цифрлық кеңістікте өте жақсы дамып жатыр, оны жоққа шығармауымыз керек. Қазақ тілінде танымал болған блогерлер өте көп. Мысалға, жаңағы туризм бойынша дамыған бір мектептің мұғалімі кеше оқыдым, әлемдік travel блогер атаныпты. Аты жөнін ұмытып тұрмын, мен адамдардың аттарын жаттау өте қиындау. Енді коуч, психологтар да қазақ тіліне көңіл бөле бастады. Тіпті мына бұрын орыс тілді болып жүрген, орыс тілді демей ақ қояйыншы, өзге тілде контент беріп жүрген адамдардың өздері мойын бұра бастады, қазақша айта бастады. Олардың аттарын атап түстерін түстемей ақ қояйын, бірақ олар бұрындар тек орыс тілінде беретін. Сөйтіп қазақ тілді контентті көретіндердің саны көп екенін біліп, олар қазір қазақша жазып жүр. Көбісі қазір қазақша. Бірінші сөзін қазақша жазып бастайды, астына аудармасы астында дейді, астына аудармасын жазып жүр қазір негізі. Сондықтан да бұл жақсы бетбұрыс, Бұл жақсы бетбұрыс. Болашақта тағы да кішкене қолдау болып жатса, Құдай қаласа, үлкен мінберге, үлкен биік белестерге қазақ тілі қазірде бар ғой, шығып тұр деп мен есептеймін. Шығады деп ойлаймын. Ал енді цифрлық кеңістікте осы қазақ тілін сапасыз насихаттайтын контенттердің жалпы оны тұтынушы адамға қандай әсер болуы мүмкін? Өте жаман әсер береді. Мен айтып отырмын ғой, жаңа мысалы бейәдеп сөздермен қазір қолдану контент көбейіп жатыр да. Әрине бір жағынан енді жақсы деппін ғой, бір жағынан әрине ол өзі біледі ғой, енді әркім контенттің аудиториясын әркім өзі біледі. Бірақ дегенмен де осы бейәдеп сөздерге тыйым салыну керек. Онысы да салынды негізі. Одан кейін қойыртпақ тілдерге мүлде мемлекеттік деңгейде тыйым салыну керек болды. Не қазақша сөйле, не орысша басқа тілде сөйле болды. Қазақ тіліне өзге тілді араластырып сөйлеу кәдімгідей заңмен бекітілу керек. Одан кейін жалпы мен енді бұл да цифрлық контентке байланысты ғой. Жалпы мен қолданушылар бар ғой. Қолданушыларды ЖСН мен әлеуметтік желіге тіркеу мәселесін қозғағым келеді. Мысалы, менің ЖСН бойынша мен 2 аккаунт ашуға құқық берсем, мысалға, мен сол өзім ЖСН мен тіркелуім керек негізі. Өйткені қазір әлеуметтік желіде қазақ тілді контент арасында адамның ар-намысына тию, балағаттау, кекету, мұқату, бұл буллинг қой, былайша айтқан кезде, әлеуметтік желідегі буллинг. Солар өте көбейіп кетті. Мысалға, менің өзімде бір ақпарат жариялаймын, аузына келгенін айтып, балағаттап кететін адамдар өте көп. Аккаунтына кіріп көрем, фейк аккаунт, ондай адам жоқ, өтірік бір суретті қоя саған. Кәдімгі әлеуметтік желіге тіркелу, Каспиге қалай сен кредит аласың, солай Каспиге қалай тіркелесің, солай істеліну керек деп ойлаймын. Өйткені мені балағаттаған адамдар жазаға тарта алмаймын. Мысалы, қараймын, аузына келгенде ол мен бәрібір мән бермеймін десем де, мен бәрібір пендемін ғой, ет пен сүйектен жаратылған жанмын мен. Бәрібір мен оқымасам да менің әке-шешем, менің бауырларым оқып отыр оны, менің туыстарым, таныстарым оқып отыр. Аузына келген оттап кететіндер өте көп. Сондықтан да әлеуметтік желіге, қандай әлеуметтік желі болмасын, ЖСН арқылы тіркелуді қолға алу керек деп мен өзім есептеймін. Қазір парламентте енді балаларды тіркеу жасын шектеу бойынша мәселе қарастырылып жатыр ғой, 16 жастан бастап қана рұқсат беру жағы. Бәлкім осы тақырыпты қарастырған кезде жеке сәйкестендіру нөмірін ендіруді де ұсыну керек шығар. Ұсыну керек. Әйтпесе болмайды. Мынау енді шектен тыс шығып кетіп бара жатыр. Енді қараптан қарап тұрып айдаладағы бір кісінің боғау сөзін естіп отырасың. Қараптан қарап тұрып айдаладағы кісінің ертең жазаға адам жауапкершілік алу керек. 30 тістен шыққан сөзге жауапкершілік ала білу керек. Айтты ма,
жауапкершілік алу керек. Ал бізде қазір жауапкершілік жоқ. Аузына келгенде оттайды, жамандайды, кетеді, болды. Жауапкершілік бар болғанның өзінде жазалау жағы қиын болып тұр ғой. Жазалау жағы, ол адам таппайды. Енді табуға болады, енді арнайы ID мен іздеп, ол уақыт кетеді оның. Ал ана жерде Данияр Есенбекұлы деп тұрса, мысалға да, енді жарайды псевдонимді қоя берсін, бірақ ЖСН-і шығып тұратын болса, шықпай-ақ қойсын, но бірақ солай тауып алатын болса, ондай болса, ол адамды жазаға тарту керек деп мен өзім ойлаймын. Одан кейін бұл цифрлық кеңістікте өз контентін жүргізетіндердің жауапкершілігін арттырады. Әлбетте. Әркім мәдениетті сақтайтын болады. Әлбетте. Ал ол болса қазақ тілін дұрыс насихаттауға, ертеңгі күні ана тіліміздің дұрыс дамуына септігін тигізеді. Әлбетте, бұл бәрі жауапкершілік қой. Қазақ тілі, ұлттың тілі, қолданушылар, авторлар, бұның барлығы жауапкершілік. Адам жауапкершілік алған кезде тіліміз де дамып жатыр, Құдайға шүкір. Тіл де дамиды, әлеуметтік желіде цифрлық контент бәрі дамиды. Сондықтан да жауапкершілік алу керек. Авторлар да, оны көріп отырған қолданушылар да, оны жарнама беріп отырған кәсіпкерлер де барлығы жауапкершілік алу керек қазақ тіліне. Сол кезде біздің әлеуметтік желі, қазақ тілі өте қарқынды дамиды деп ойлаймын. Қазір енді өзге тілдегі контенттерді көбісі көрмейді, қазір бұрынғыдай емес. Қазір балалардың өздері қазір YouTube'та қазақ тілді контенттерді көре бастады. Менің өзім саға ара тұра бір шет тілдерді бетіп қарап отырам, қазақ тілді контентті көремін бәрібір. Жақсы психологтар, жақсы этнографтар, мықты мамандар, қаржыгерлер шығып жатыр, Құдайға шүкір. Оларды қызықты контенттері өте қызықты. Сондықтан да болашақта бұл мәселе қарқынды дамып жатса мен қуанамын. Алдағы 3-5 жыл дейікші, қазақ тілінің цифрлық кеңістіктегі даму қарқыны қандай болады деп ойлайсыз? Менің болжамым өте жақсы. Қазақ ұлты бар кезде қазақ тілі өлмейді. Біздің тілді қолданып жүргендер өте көп. Шет мемлекеттерде де Димаш арқылы танып жатыр. Басқа да белгілі тұлғалар арқылы танып жатыр. Спортшыларымыз арқылы біліп жатыр қазақ тілінің бай тіл екенін. Құдайға шүкір. Сондықтан қазақ ұлты бар кезде қазақ тілі өлмейді. Және цифрлық контент қазақ тілінің яғни таралу аумағы кеңейе береді деп ойлаймын. Қазір тіпті мысалға мен сізге айтайын, мына көрші Қырғызстанның өзі қазақ тілді контенттерді көре бастады. Мысалға менің арасында ара тұра маған қырғыз бауырларымыз да жазып қояды өз тілдерінде. Енді түсінікті ғой. Өзбекстан көре бастады қазақ тілді мысалы. Енді тіліміз ұқсас болғандықтан. Түркиядан да мысалға мен оқырмандарым бар. Енді олар түсінбесе де, енді видео арқылы көруге мүмкіндіктері бар. Сондықтан да алдағы уақытта маған кей уақытта тіпті орыс тілді кісілер де жазады. Данияр деп тұрып, менің салған контентіме байланысты. Данияр сондай деген сияқты. Сондықтан да Құдайға шүкір, дами берсін қазақ тілі. Алдағы уақытта да тек биік белестерден көрінеді деп мен сенемін. Солай деп болсын деп тілейік. Алдағы уақытта осы біздің цифрлық кеңістіктегі контенттердің сапалы дүниелердің шығуына, оның үстіне қазақ тілінің дамуына сіздің де үлесіңіз зор бола берсін деген тілегім бар. Рахмет. Енді бірінші кезекте сан ойнады. Біздің осы уақытқа дейін бәрі енді қазір саннан сапаға көшіп жатырмыз ғой. Сондықтан сапалы контенттер алдағы уақытта көп болады деп мен сенемін. Мен де солай ойлаймын. Және сол бағытта жұмыс істеп жүрген сізге сәттілік тілеймін. Рахмет келгеніңізге. Рахмет сіздерге. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің подкасттан өздеріңізге бір жақсы бір ой түйе алдыңыздар деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздесеміз.